Абай және оның әндері. Абай Құнанбаев 1845 жылы бұрынғы Семей облысының Семей уезі Шыңғыс болысында туған. Ақын, ағартушы, композитор, аудармашы. Ол өзі қалдырып кеткен құнды мұраларында адам бойына кездесетін жаман мінез, құндылықтарды сынап адамдықты, ақыл мен білімді алға қойды. Сонымен бірге басқа халықтың мәдениетін, өнерін білуге шақырды. Абай композитор ретінде қазақ музыка мәдениетінде үлкен үлес қосқан. Ол өз әндерінде махаббат және табиғат суреттерін, жыл мезгілдерін жырлаған. Желсіз түнде жарығай, қараңғы түнде тау қалқып, көзімнің қарасы, 8 аяқ, өзгеге көңілім тоярсын, және де тағы басқа. Абай орыс ақындары Пушкин, Лермонтов, Крылов шығармаларын қазақша аударып, оған музыка жазды. Абай табиғаттың әсем сырларын, ондағы болып жатқан құбылыстарды адам өміріне арнап жырға қосты. Табиғат, махаббат сырына арналған әні «Желсіз түнде жарығай». Бұл ән естіген құлаққа жағымды, өлеңнің тұтастығымен, айқындығымен және әуенімен ерекшеленетін ән. Әуені мен өлеңі екеуі бір тұтас көркем бейне жасап, көз алдымызға жарық ай астындағы әдемі тымық түн елестетеді. Әннің әуені жеңіл лүп еткен лептен құйылғандай сабырлы, бір тегіс құлаққа жағымды болып келеді. Ендеше ұлы Абайдың «Желсіз түнде жарығай», «Көзімнің қарасы» әндерін караоке арқылы бірге шырқайық. Сондай-ақ «Көзімнің қарасы» әнін нотамен сүйемелдеуді үйренейік.